Шараның мақсаты өскелең ұрпаққа әскери патриоттық тәрбие беру, олардың бойында отаншылдық, іскерлік, жауапкершілік қасиеттерін қалыптастыру, сонымен қатар мектеп қабырғасында әскери спорттық сайыстарды дамыту болып табылады. Бүгінгі өткізіліп отырған жарысымыз болашақ отан қорғаушылардың құрметіне жас сарбаздар арасындағы өткізіліп отырған жарыс. Кеңес Ұлы Отан соғысының ардагерлерінің Ұлы Отан соғысына 80 жыл толуына орай және кеңес әскерлерінің ауған жерінен шығарылғаны 36 жыл толуына орай ұйымдастырылып отырған аймақтық жарыс. Жарысқа жалпы 10 команда қатысады. Жарыстың 3 түрінен өтеді. Тартылу, жәнегі эстафеталық, тартылу, дарыс, автомат және балалар осы жерде, жетекшілерді өз өнерлерін осы жерде көрсететін болады. Жарысқа қалалық нөмірі 3-ші, нөмірі 7-ші, нөмірі 21-ші, нөмірі 36-шы, нөмірі 16-шы мектептер, нөмірі 37-ші гимназия және Бөкенші мен Приречная жалпы орта білім мектептері қатысты. Жиыны 10 команда сайысқа түсті. Бұл тартысты жарыста 10-11 сынып оқушылары белтемірге тартылу, шалқадан жатып денені жерден көтеру, командалық тартыс лақтыру, әскери жетекшілер автоматты жартылай шашып жинаудан бақ сынасты. Бүгінгі жарыс өткізіліп жатыр номер 37-ші мектепте. Бұл жарыстың мақсаты енді қазіргі жастарды, келешек ұрпақтарды отан қорғауға деген, отан сүйіспеншілікке деген сезімдерін ояту. Бұл жарысында мықты оқушыларды анықтап, болашақтағы республикалық, облыстық үлкен жарыстарға тәрбиелеп, дайындау мақсатында ұйымдастырылып жатыр. Енді болашақта осындай үлкен жарыстар ұйымдастырыла береді. Жалғасын табады әлде. Бұл жарыстардың бастамасы енді бұл жарысымыз ауған соғыс ардагерлерінің құрметіне арналып өткізіліп жатыр. Биыл 36 жыл толып отыр. Соның құрметіне жарыс өткізіліп жатыр. Осы сынды әскери спорттық шаралар жасөспірімдер арасында патриоттық сезімді оятып, отанға деген сүйіспеншілікті арттыратын сөзсіз. Мен жалпы орта білім беретін номер 16-шы Төлебай Аманов атындағы мектептен келіп тұрмын. Осы номер 37-ші мектепте әскери спорттық сайыс болып жатыр. Мен осыған турнирға тартылудан келдім. Және бұл сайыстың мақсаты отан сүйгіштікке баулу. Барлық жарысқа қатысушыларға сәттілік. Жарыс қорытындысы бойынша бірінші орынды Ыбырай Алтынсарин атындағы нөмірі 37-ші гимназия иеленсе, екінші орынды нөмірі 21-ші жалпы орта білім беретін мектеп алды, ал үшінші орынды нөмірі 36-ші мектеп қанжығасына байлады. Тоғжан Жабелова, Галижан Сакенов, Алишер Абилов, ТВК 6 телеарнасы.